В общем, мопед обкаткадан шығарған кезде қандай маймен бастайсың, сол маймен в общем до конца қойып кетесің ғой, иә. Мысалы обкаткадан шығарғанда қалай еді, манул қалай болады екен. Просто көбінесе іздеген майлар мен қаламда табыла бермейді да, сол қалай еді, атақты сол да, и потом мортул 3 мың ғана бар, ол мортул 3 мың деген говно шығар. Ассалаумағалейкум, Джеки. Осы мотор майлар жайлы сұрақ келді. Мопедтерге, смотря қандай мопедтерге. Давайте исключим с японской технологией хаужиларды. Егер де біз китайский мопедтер жайлы айтсақ, Самурай, Макси, М8, танк, в общем, 157 QMJ GY6 деген 1980 жылғы мопедтердің көшірмесі. 1980 жылғы технология болғанымен қытайлар оны сол 2000 жылы соның көшірмесін жасап бастады. И в принципе ол мопедтер мотор майы қатты былай неприхотливый. В принципе көп майларды олар қорыта береді. Егер де біз японский там Сузуки адрестерді алсақ, иә, ол жақта өздерінің мануалдарымен, кітапшаларымен жүреді. Прям кітапшаларына жазылған қандай допуск, қандай тұтқырлық. Ал GY6 көшірмелерінде ондай вообще жазылмаған. Поэтому ол андай ше любой вообще майды қорыта береді. Желательно енді оригинальный май болған дұрыс. Егер де қалада басқа майлар болмаса, тек манол бар дейді, біздің осы группамыздың қатысушысы, манол болса манолды құя бер. Біз уже 3-ші жыл кетті, манолды балаларға құйып жатырмыз. В принципе нормально. Просто оны орташа температурада күзде, көктемде әр 1000 километр сайын ауыстыру керек. 1000-нан кейін ол кетсе, там начинает его количество уменьшаться, масло выгорает, кішкене күйіп бастайды, азаяды оның мөлшері картерде, поэтому 1000-нан асырмау керек манолды. И жазда ыстықта 800 километр сайын желательно манолды ауыстырған. И все, егер де манолдың оригиналын алсаң өзіңнің қалаңда, мысалы оны CST деген магазин сатады, СКТ дейді оны. В общем, Googleға кіріп официальный магазин манол деп өзің қалаңды жазсаң, ол сразу шығады. Вот сол жақтан оригинальный манол алсаң болады, либо сервистерден сұрастырып, қай жақта қай ремонт жасайтын жер, май ауыстыратын жер, бұрыннан бері нормальный май құяды, оригинал деп, и саған ұсыныс етеді балалар. Манол да в принципе нормальный, особенно осы біздің GY6 көшірмелерге құя беруге болады. Сосын Матюль 3000-дық жайлы айтылды, нашар ма? Жоқ. Матюль өзі бренд танымал, олар өздерінің заводтарында жақсы контроль жасайды. Мысалы iPhone Қытайда жасалғанмен де ол сапалы, иә. Матюльде мысалы, Матюль тек Францияда мысалы жасалмайды, Вьетнамда жасалады, сосын Италияда вроде, в общем 3-4 мемлекеттерде жасалады, бірақ өздерінің контролі бар. Поэтому Матюль 3000-дық ол да жақсы, бірақ ол минеральный май, ол жақта синтетика аздау, и аязда немесе қатты ыстықта ол нашарлау болады. Но в принципе орташа погодада Матюль 3000-дық біздің GY6 мопедтеріне де нормальный.